Марапат. Бұрынғы заманда 3 жолаушы жолда жаңбырдың астында қалып, бір үңгірден пана іздейді. Сол сәтте үлкен бір тас құлап, үңгірдің аузын жауып қалады. Іштерінен біреуі мынадай ұсыныс жасайды. Келіңдер, бәріміз ең жақсы әрекеттерімізді айтайық. Жаратқан осы жақсылықтарымыздың берекетімен бәлкім бізді бұл бәледен құтқарар дейді. Сөйтіп, біреуі былай бастайды. Менің бір жеке кәсібім, қолымда бірнеше жұмысшым бар. Бір жұмысшым түске таман келіп, басқалар істегендей мөлшерде істейді. Оған да басқаларға бергендей төлем ақысын бірдей бердім. Бір жұмысшым бұған ашуланып ақшасын алмай кетіп қалды. Мен оның ақшасына бір ұрғашы бұзау сатып алып бақтым. Біраз жылдардан кейін бір қарт кісі келіп, бұрынғы жалақысын алмай кеткен жұмысшы екенін айтып, ақшасын сұрады. Мен де көбейген сиырлардың барлығын оған бердім. Я жаратушым, мен бұл істі сенің разылығың үшін жасадым. Осы жақсылығым үшін бізді бұл бәледен құтқара көр. Сол сәтте тас кішкене ашылып, жарық көрінеді. Екінші кісі былай жалғастырады. Мен өте бай едім. Халық қиналған кезде менен ақша сұрайтын. Бір күні бір әйел келіп ақша сұрады. Маған берілсең ғана беремін дедім. Ол көнбеді. Үшінші келгенде көнгенімен қатты дірілдеп тұрды. Не үшін дірілдеп тұрсың дедім. Жаратқаннан қорқып тұрмын деді ол әйел. Сен бұл кедей халіңмен жаратқаннан қорқып тұрсың. Мен байлығыммен қалай қорықпаймын деп бұл ниетімнен қайттым. Сұраған ақшасын бердім. Я жаратушым, мен бұл жаман істен сенің разылығың үшін тыйылдым. Бізді бұл бәледен құтқара көр дейді. Тас тағы да ашылды. Сонда отырған үшінші жолаушы былай дейді. Менің кәрі анам бар еді. Оған тамағын беріп, шайын ішкізіп, қызмет ететінмін. Бір күні үйге кеш келдім. Сүт ыдысыммен жанына барғанымда ұйықтап қалғанын көрдім. Таңға дейін жанында күттім. Оянғанда тамағын беріп, сүтін ішкіздім. Я жаратушым, мен бұл істі сенің разылығың үшін жасадым. Соның құрметіне бізді бұл бәледен құтқара көр дейді. Осыдан кейін тас толығымен ашылып, үшеуі де сол жерден құтылады.